Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Тоқал болсам да көңілім тоқ емес. Жүре берсең көре бересің демекші, өмір сапарында неше түрлі тағдырларға жолығасың. Біреуіне қызықсаң, біреуіне жаның ашиды. Жуырда Бурабайға барып демалудың сәті түсті. Сонда кісі біткеннің көзіне сүйкімді артқан Жанна деген келіншекпен таныстым. Ашық жарқын, кез келген адамды мінезімен баурап алатын адам екен. Дегеннен әңгімеміз жарасып жүре берді. Жатсынбай бірден өмір жолын ақтарып тастады. Өзін көріп тұрғандай, тұла бойым тұнық энергиядан тұрама білмеймін. Мені көрген адам бірден бауыр басып кетеді. Оған мінезімнің де қосар үлесі қомақты. Мектепте де, универде де жігіт біткеннің менің соңымда болатын. Өйткені көшеге шықсам, көздің бәрі маған қадалады. Кейде қадалған көздердің әсеріме ауырып қаламын. Ондайда әжем үшкіріп киіміме ілмек тағып береді. Қойшы, содан әйтеуір оқудың ортасына келгенде Бекен есімді жігіттің етегінен ұстадым. Көз көркім көркі болмаса да, айтарлықтай алып денелі алпымыс жігіт еді. Негізі еркек деген маймылдан сәл әдемірек болса болды дейді ғой. Мінезі де ұнайтын. Маған нағыз қамқор бола алатын адам сол сияқты болды да тұрды. Оның мен дегенде шығарда жаны бөлек. Жаным деп асты үстіме түскенде, кейде айналамдағы адамдардан ұялып кетемін. Жігіттерді ізінен шұбыртып жүрген мені өзін таңдайды-ау деп дәмеленбесе керек. Ал менің оның қолын қайтармағанымда тіпті есі шығып кетті. Оның ата-анасының тұрмыстары онша емес. Көп тарығып қалатынбыз. Бірақ соның өзінде шүкір деп отырған қарапайым жандар. Екеуміз де оқимыз. Қиналып кеткен соң Бекен қосымша жұмыс істей бастады. Әйтеуір іләлдап жүріп жаттық. Ілініп салынып оқуымызды да бітірдік. Бас қосқанымызға 3 жылға тақалса да менің аяғым ауырламады. Енемнің қабақ түйісінен ақ бұл үйге келсап бола бастағанымды сездім. Көбір-сыбыр көбейді. Енем шу шығаратын болды. Ол аз болғандай Бекен де көп ішетінді шығарды. Оның да бар арманы бір бала. Әрине түсінемін. Менің де жаныма бататын осы ауыр жағдай екенін олар түсінбейтін сияқты. Ақыры ың-шыңсыз бір-біріміздің қадірімізді кетіремек деп, ол босаған тастап өзім кеттім. Бір ретте болса артына іздеп келмеді. Өткен өміріме қайтып оралудан үмітім бір жола үзіліп, құрбыма еріп бас қалаға аттандым. Жаңа орта, жаңа таныстар. Өкінішімді тез-ақ ұмытқандай болдым. Құрбым пысық, қай жерден ақша табуға болады бәріне есептеп жаңа жағдайға бейімделгіш. Соның арқасында жұмысқа орналасып қиналған жоқпыз. Жаңадан ашылған элиталы мейрамхана екен. Үйіміз де даяшылық қалды. Түр сипатымыз да, дене тұрқымыз да ойларынан шыққан сияқты. Жаңа жұмысқа тез бейімделіп кеттік. Мұнда ең жақсысы қалталы адамдар келеді екен. Әрі шай пұл да көбірек түседі. Кейде мырзасымақтар қалған қомақты ақшаны да алмай кетеді, риза боласың. Кейде біздің бір айлығымызға болатын сомаға тапсырыс беретіндер де бар. Таң қаламыз, ақшаны қайдан тауып жатыр деп. Қойшы, сонымен не керек, күндердің күнінде мейрамханаға шыттай киінген қасқабас кісілер келді. Қыздардың пыш-пышынан аңғарғаным, бірі лауазымды адам, бірі қонағы болар. Екеуі де қара жаяу емес. Мен қызмет еткеннен кейін екеуінің де көзі менде. Ащы суды сіміріңкіреп алғасын екеуі де қырыңдай бастады. Үлкен адамдар ұят жоқ екен ғой деп шошынғанмын алғашында. Бірақ кейіннен қасқабастың құшағынан табыламын деп ойламаппын ол кезде. Қыр соңымнан қалмай қойған Қасымбай көкем ақыры мені құрығына түсірді. 6 қыз болып пәтер жалдап тұрушы едік. Жеке пәтерге шығарды. Өзім де шаршап, әрі жас емеспін бе, еркек құшағын аңсап тұрген кезім. Қолынан қаға алмадым. Әрі жас жігіттің де қол жаулығына айналғым келмеді. Мені менсінбей жүрген көкем білдей басқарманың бастығы болып шықты. Әрине оның жасындағы адамның бойдақ болмасы белгілі. Оның бәйбішесінің көз жасына қалғым келмейтінін айттым. Менің түп-тұқияныма дейін тексерсе керек. Қасекем әбден көңілі толып айтқанымды орындады. Әйелін қалай көндіргенін білмеймін.
үйіне ертіп барып алдынан өттік. Салиқалы адам екен. Дымы ішінде ештеңе білдірген жоқ. Қанша дегенмен әйелі ғой. Қызғаныштың қызыл иті ішінде ұлып жатқан шығар. Сонда да сабыр сақтады. Заңды некеге айтпаса да тұра алмаймыз. Бірақ отбасының алдында арамыз тазалау басын ашып алдық. Кейін шегінер жерім жоқ. Оның үстіне жүрек лүпілдетер қуанышым да бар. Бұл кезде менің аяғым ауырлап қалған. Жүрегім жарылардай. Менен емес пе деген күмән болатын. Бірақ қуанышты едім. Сонымен бірінен кейін бір-екі ұлды дүниеге әкелдім. Қасекем үлдемен бүлдеге орап тастады. Құндыз ішек менің үстімде бриллиант тола. Жүргізуге қорқамын дегенме қарамастан көлікте әперді. Жыл сайын шетелге демаламын. Елдегі қымбат орындарда да қалмаймын. Бір қарағанда арманы жоқ адамдаймын. Бірақ менің де ішке бүккен сырым бар. Екі отбасының ортасында жүрген ер азаматыма кейде жаным ашиды. Мерекелерді бізбен қарсы алса деймін. Бірақ еш уақытта олай болған емес. Бізге сыйлығын тапсырып болған соң үлкен үйге асығады. Ал мен оны мәңгілік қасымда байлаулы болуын аңсаймын. Осылай өмір өтіріп жатыр.